Ал енді бізде берілген матрицаның әрбір элементтерін жеке-жеке теруді, әрбір элементіне қалай жүгінуді көрейік. Әдетте біз массивтің элементтерін терген кезде for циклын қолданатын едік. For I in A деп бірден жазсақ болады. Бұл бізде массив болған кезде, матрица екі өлшемді массив, массивтің кірістірілген түрі, сондықтан бұл жерде де олай жасауға болады. Енді бірақ мен қазір print I дейтін болсам, қандай нәтиже шығады? Қараңыздар, for I in A, бұл дегеніміз I айнымалысының ішіне A деген матрицаның ішіндегі әрбір элементтер жеке-жеке түседі. Яғни бірінші айналымда I бізде мына массив болады, 1, 2, 3, бірінші жол болады. Екінші айналымда екінші жол, үшінші айналымда үшінші жол болады. Енді мен қазір запуск басатын болсам, 1, 2, 3, 4, 5, сосын 1, 5, 6 деген жеке-жеке осы жолдардың шыққанын көруге болады. Бірақ бізге жолдарды емес, әрбір элементті теру керек болса қалай істейміз? Енді біз бұл матрицаның ішіндегі жолдарды тердік. Жолдардың ішіндегі әрбір санды теру үшін тағы да for циклын қолдансақ болады. Бірақ бұл жолы for G in I десек болады ғой. Себебі бізде қараңыздар, осы тұста I деген бірінші айналымда 1, 2, 3 болады да, ал ішкі цикл for G in I деген. Сонда G айнымалысы арқылы I-дың ішіндегі элементтер жеке-жеке тереді. Және біз бұл жерге print J деп жазатын болсақ, және запуск басатын болсақ, барлық сандар жеке-жеке жолға шығып кетіп жатыр. Мен оны былай end көмекшісі арқылы түгелдеп қойайын. Пробел арқылы, және одан кейін print пустой жақша. Запуск басатын болсақ, міне қараңыздар. Уже тік жақшалар кетті, жаңағыға қарағандай. Вроде бір результат бірдей сияқты. Дегенмен бұл жердегі айырмашылық қандай? Жаңағы жолы for I in A, одан кейін бірден print I деген кезде мына жердің орнына. Мына біз массивтерді, жолдарды теру арқылы жол күйінде шығарып отырдық. Ал мен двойной цикл, кірістірілген for циклын қолдану арқылы бірінші жолдарды терем, I деген жолға түседі. Одан кейін жолдардың ішіндегі әрбір элементті терем. Мына жерде for циклының негізгі айнымалысы ретінде жол элемент деп жазсам да болады. Сонда бізге түсініктірек болатын сияқты. Қараңыздар. A матрицасының ішіндегі әрбір жол үшін теріп шығамыз. Одан кейін жолдың ішіндегі әрбір элементтерді теріп шығамыз деп көрсеткем. Сонда әрбір элементті жеке шығаратын болсақ, сол біздің нәтижеміз шығады екен. Бұл жерде біз әрбір элементті біртіндеп шығарып отырмыз. Бұл матрицаның элементтерін терудің бірінші бір әдісі. Екінші әдісін көрсететін болсам, кейбір есептерде бізге әрбір элементтің тұратын орны, оның индексі маңызды болады. Сондай сәттерде біз жаңағыдай for циклын жүргізу арқылы, яғни массивке, матрицаға тікелей ссылка беру арқылы жұмыс істей алмаймыз. Ондай кезде бізге индексімен жұмыс істеу керек болады. Ондай кезде қайтамыз. For I in range len A деп жазу керекпіз. Бұл не деген сөз? Range функциясын қолданған кезде біз сандарды тереміз. Қандай сандар? Len A-ға дейінгі сандар. Len A дегеніміз бұл жерде A матрицасының ұзындығы. Матрицаның ұзындығы бұл жерде қанша болып тұр? 1, 2, 3. Сонда 0-ден 3-ке дейінгі сандар 0, 1, 2 сандар теріледі. Және ол сандар I айнымалысына барып түседі. Бірақ осы тұста қарайтын болсақ, 0 деген мына жолдың индексі, 1 мына жолдың индексі, 2 мына жолдың индексі. Яғни матрицаның ішіндегі жолдардың индексі осы I санымен тұспа-тұс келіп отырады. Range функциясын қолдану арқылы олардың индексін тереміз. Енді for G in range len A деп жазу арқылы len A 0 деп жазып көрсеткен екен мына жерде. Бірден интуитивно Python көмекшісі. Бірақ біз бұл жерде I деп жазу керекпіз. Неліктен? Бұл жерде біз G циклын ашамыз, ішкі. Және ол циклда біз range функциясының ішіне қандай диапазон көрсететініміз бізде қазір ұстап тұрған жолымыздың ұзындығына байланысты.
себебі бізде мына жолда 3 элемент болса, оны 3 рет айналдыру керек. Len ai деген соны көрсетеді. Ал мына жолға келген кезде бұның ішінде 2 элемент, бұның ішінде 2 рет айналым жасау керек. Сонда ai деген осы жолға келген кезде 2 рет len ai 2 рет айналуға мүмкіндік береді. Сосын print шығаратын жерде a матрицасының ішіндегі екінші жолдағы мына жол, мына жол, мына жол, иә. Жиыншы қатар деген сол жолдың ішіндегі қатарда тұрған элементтер теруге мүмкіндік береді, иә. Және мен мына жерге end деп бос жолды көрсету керекпін. Және мына жерде бос жолды тастап кетсем, тура солай бізде результат шығады. Бірақ бұл жолы бізде матрицаның элементтерін, оның индексі, олардың тұрған орны арқылы теріп көрдік, иә. Бұл жолмен жұмыс істеуге де болады. Алдын көрсеткен бірден массивке жүгіну арқылы да жұмыс істеуге болады. Мысалға, ол for жол in a, сосын for element in жол деп жазсақ та болады. Екеуі де бірдей, бірақ кейбір кезде бізге элементтің тұрған орны керек болса, мына жолмен жұмыс істеу керек. Ал егер тұрған орны маңызды емес, элементтің өзінің саны, элементтің өзі ғана керек болатын болса, мына жолмен теруді жүргізсек болады.